палата жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қаржыландыруды медицинаның басқа салаларына жоғары қою керек деп есептейді. Бүгін мен өте өзекті мәселе жасөспірімдердің психикалық денсаулығы туралы сөз қозғағым келеді. Көпшілігіміз үшін денсаулық дегенде бірінші кезекте жүрек, өкпе, жарақат секілді физикалық аурулар ойға келеді. Ал психикалық денсаулық екінші қатарға түсіп қалады немесе мүлде айтылмайды. Алайда бүгінде әлемде, соның ішінде Қазақстанда да жасөспірімдердің күйзеліс, депрессия, мазасыздық секілді мәселелері күрт көбейіп отыр. Кейбір деректерге қарасақ, мектеп оқушыларының 30% астамы үнемі күйзеліс, жалғыздық немесе өзіне сенімсіздік сезінеді. Бірақ өкінішке қарай, бұл белгілерге дер кезінде назар аударылмайды. Көп жағдайда ата-аналар мен мұғалімдер оны еркелік деп түсініп елемей қояды. Бұл үлкен қате. Жасөспірім кезең адамның болмысы қалыптасады. Ішкі дүниесі өте сезімтал болатын уақыт. Егер дәл осы кезеңде психологиялық көмек көрсетілмесе, кейін кеш болады. Сондықтан бұл палата жасөспірімдердің психикалық денсаулығына қаржыландыруды арттыруды, тіпті медицинадағы басқа салалардан жоғары қоюды дұрыс деп санайды. Егер біз бұл мәселені шынайы түсінгіміз келсе, 3 маңызды факторға назар аударуымыз керек. Біріншіден, психикалық дерттер көзге көрінбейтін аурулар. Адамның жаны ауырғанда ол жылай алмайды, жарасын көрсете алмайды. Бірақ бұл оның ауырмай тұрғанын білдірмейді. Кейде жай ғана тыңдау, сөйлесу, түсіну адамның өмірін сақтап қалады. Екіншіден, егер ерте жаста араласпасақ, бұл қиындықтар ересек өмірге жалғасады. Мысалы, депрессиямен жүрген жасөспірім кейін мамандық таңдай алмай, жұмыс істей алмайды, отбасылық өмірде де қиындық көреді. Үшіншіден, қаржыландыру жай ғана емдей алу үшін емес, алдын алу үшін өте қажет. Егер біз мектептерде білікті психологтар санын көбейтсек, жастарға арналған тегін психологиялық кеңес орталықтарын ашсақ, көптеген проблеманың алдын алуға болады. Сонымен қатар мұғалімдер, ата-аналарға арнайы тренингтер өткізілуі тиіс. Олар баланың көңіл күйіндегі өзгерісті уақытында байқап, дұрыс бағыт бере алу керек. Жасөспірімдердің психикалық денсаулығына бөлінетін әрбір теңге бұл тек емделуге емес, болашақтағы мықты, тұрақты қоғам құруға салынған инвестиция болып табылады. Сонымен біз бұл жағдайда не істеуіміз қажет? Әр мектепте міндетті түрде білікті психолог болу қажет. Ол тек қағаз толтыратын адам емес, жасөспірімдермен ашық жұмыс істейтін маман болуы тиіс. Жастарға арналған сенімді желілер мен онлайн кеңес платформаларын құру қажет. Көп жасөспірім ата-аналарына айтуға ұялады, сондықтан оларға жасырын, қолжетімді көмек қажет. Психикалық сауаттылықты арттыру, балаларға, мұғалімдерге, ата-аналарға арналған қысқа тренингтер, видеолар, кітапшалар шығарылуы керек. Психикалық денсаулық ұят емес, керісінше бұл туралы айту жауапкершілік пен ерлік болып табылады. Құрметті тыңдаушылар, жасөспірімдер біздің болашағымыз. Егер біз бүгін олардың ішкі әлеміне көңіл бөлмесек, ертең бізді түсінбейтін, өзіне сенбейтін күйзелістегі буынын күтіп тұр. Сондықтан менің негізгі үндеуім психикалық денсаулық жай қосымша емес, бұл басы бағыт болуы керек. Біз барлығымыз білеміз, жасөспірім кезең адамның өміріндегі ең күрделі кезеңнің бірі. Бұл кезде баланың бойында тек денесі ғана емес, ойы, ішкі жан дүниесі де өзгереді. Дәл осы уақытта көптеген психикалық қиындықтар басталады. Депрессия, үрей, жалғыздық сезімі, өз-өзіне қол жұмсау туралы ойлар. Өкінішке қарай, біздің қоғамда бұл проблемалар көбінесе үнсіз қалады. Ал ата-аналар, мұғалімдер, мемлекет дер кезінде көмектесе алмайды. Сондықтан менің ойымша, жасөспірімдердің психикалық денсаулығына бөлінетін қаржы жоғары болу керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені психикалық денсаулық бұл тек жеке адамның ғана емес, болашақ қоғамның негізі. Егер біз жасөспірімге көмектессек, біз ертеңге дені сау ұрпақ тәрбиелей аламыз. Егер дәл осы сәтте көмектеспесек, ол адам ертеңгі үлкен қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сондықтан мемлекет деңгейінде психикалық денсаулыққа нақты қолдау қажет. Бірінші кезекте мектеп психологтарының санын көбейту. Екінші кезекте тегін психологиялық орталықтар ашу. Үшінші кезекте жастарға арналған сенім желілерін күшейту. Бұл жай ғана қаржыландыру емес, болашаққа қадам. Яғни адам өміріне, қоғам игілігіне жасалған нақты қадам десек те болады. Жасөспірімдердің психикалық жағдайына басымдық беру арқылы біз ерте араласамыз.
көмектесеміз. Кейде бір ғана сөйлесу, бір ғана кеңес адам өмірін құтқара алады. Біз мектепте баланы оқытамыз, бірақ эмоцияны басқару, өз сезімін түсіну, кезеңістен шығу жолдарын ешкім үйретпейді. Міне, осы оқулықтың орнын толтыру үшін әр мектепте білікті психолог болуы керек. Ата-ана мен мұғалімдерге арнайы тренингтер ұйымдастырылуы тиіс. Жастар үшін қолжетімді, сенімді платформа құрылуы қажет. Психикалық денсаулық пен физикалық денсаулық бір-бірімен тығыз байланысты. Егер жасөспірім күйзеліске түссе, ол ұйықтай алмайды, дұрыс тамақтанбайды, оқуынан қалып қояды. Мұның бәрі болашақта денсаулығына, мансабына, өміріне кері әсер етеді. Сондықтан мен тағы да қайталап айтқым келеді. Бүгін психикалық денсаулыққа көңіл бөлсек, ертең мықты қоғам құрамыз. Біздің ортақ міндетіміз. Жасөспірімдер болашақ біздің қадамымыз. Болашаққа қазірден бастап қамқорлық жасау керекпіз деп ойлаймыз. Бүгінгі талқыланып отырған тақырып біз үшін өте өзекті болып табылады. Біз үкімет тарабы жасөспірімдердегі психикалық денсаулық қаржыландыру медицинасын басқа салалардан жоғары қою керек деп есептейміз. Себебі бұл болашақ ұрпақтың тағдырына тікелей әсер ететін негізгі фактор болып табылады. Біріншіден, жасөспірімдік кезең бұл өте жасөспірімдер қалыптасып келе жатқан кезеңдердің ең бастысы болып табылады. Дәл осы шақта психикалық қиындықтарға тап болған жасөспірімдер егер уақытылы көмек алмаса, сол күйзелістен арыла алмай көптеген қауіпке қиындықтарға тап болуы мүмкін. Депрессия, күйзеліс, мазасыздық, өз-өзіне қол жұмсау, мұның бәрі дұрыс көңіл бөлінбеген психикалық денсаулықтың салдары болып табылады. Екіншіден, көптеген елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, психикалық денсаулық саулығы нашар ұрпақ оқу үлгерімі төмен, жұмысқа деген қабілеті әлсіз, қоғамға бейімделу қиын азаматтар болып өседі. Бұл тек бір ел, бір адамның ғана мәселесі емес, бүкіл бір ұлттың ғана мәселесі және соған төніп тұрған қауіп болып есептеледі. Үшіншіден, физикалық аурулардың көпшілігі уақытша және көрінетін және де тез емделетін аурулар болып табылады. Ал психикалық ауру дегеніміз ол өте қиын емделуі. Жасөспірім кезеңінен ол қатты бір дақ болып қабылдаса, ол кейін өскен кезде одан да үлкейіп, одан арыла алмауы мүмкін болып табылады. Сондықтан алдын алу шараларына, яғни мектептерде психологтар жұмысына күшейтуге, арнайы орталықтар ашуға, ата-аналармен көп сөйлесуге және де осы білім беру бағдарламаларын қаржыландыруға басымдық беру өте орынды. Қорытындылай келе, біз жасөспірімдердің психикалық денсаулығына бөлінетін қаржыны басым етуді қолдаймыз. Себебі дені сау ұрпақ ол мықты елдің кепілі. Құрметті тыңдармандар, бір сәтке көз алдымызға елестетейікші, егер біз бір баланың өмірін сақтап қала алсақ, ол бала ертең ғалым, дәрігер, ұстаз, ел басқаратын бір мықты бір тұлға болуы мүмкін. Бірақ егер біз оның ішкі жан айқайын елемесек, естімесек, ол өмір сүру үмітінен айырылып қалуы мүмкін. Жасөспірімнің жан жарасы ол көрінбейтін жара. Ол қанап тұрмаса да жүректі сыздатады. Сондықтан біз енді кешікпеуіміз керек. Психикалық денсаулық бұл жай ғана медицинаның бір тармағы емес. Бұл болашақты аман сақтау. Сондықтан біз бүгін осы шешімді қабылдауға міндеттіміз. Жасөспірімдердің психикалық саулығы ұлттың рухани иммунитеті. Ал оған бөлінетін әр теңге бір өмірді құтқару. Білім алушылардың пікірлерін тыңдай келе, менде мынандай қарсы аргументтер пайда болыпты. Медицинаның басқа салаларына да шұғыл қажеттіліктер болыпты. Мысал айтатын болсақ, жұқпалы аурулармен күрес, медициналық көмек, хирургия, босану, тағы да басқа қаржыны көп қажет ететін салалар бар. Тек психикалық денсаулыққа қаржы бөлуді қажет ететін болсақ, бұл теңгерімсіз саясат болуы мүмкін. Жүйе толық болмауы мүмкін. Себебі психологтар мен психотерапевттердің жетіспеуі, инфрақұрылымның әлсіздігі, бөлінген қаржының тиімсіз жұмсалуына әкелуіне соғуы мүмкін. Мәдени әлеуметтік кедергілерге келетін болсақ, кейбір қоғамдарда психикалық денсаулыққа байланысты стигма өте жоғары. Қаржы көбейгенмен, егер адамдар көмекке жүгінбесе, нәтижесі аз болмақ. Назарларыңызға рахмет.